Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Мейірбек. Достар, көп рахмет айтам, арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып атқандарыңызға өте ризамыз. Давайте тағы да 100 подписчикке дейін тіркеле береміз. Достар, арнаға тіркеліңіздер. Әрине лайктарыңызды да басуды ұмытпаңыздар, достар. Ал біз видеоны бастаймыз. Достар, біздерде деген біздің ауылда басқаша үйлер қойылып, яғни біздің ауыл қатты өзгеріп кетті. Өзгеріске қатты тигенде біздерде дейтін кәдімгідей жер шөкті, біздің ауылдағы жер шөкті. Сонымен қатар біздерде көп үйлер бұзылды. Соның кесірінен одан кейін мен өзімнің үйім аман қапты. Соның арқасында содан кейін бізде мынандай таулар көбейіп кетті жан-жағымызда. Және де айтпақшы достар, дәл бүгін көп созбай видео кішкентай болады енді. Көп созбай қазір біз миллионердің үйін сатып алатын боламыз. Мына жерде енді шахта болып кеткен, көрдіңдер ме достар, осы сияқты бұзылып, құртылған ғой біздің ауылдың кейбір жерлері зор болып қалған қайтаға. Мына жерді қараңдар, мысалға осы жер құртылған дегендей, тағы да кейбір жерлері өте керемет болған. Ал кеттік біз ана миллионердің үйін барып көріп қайтамыз. Өзіңіз көріп тұрғандай, мен үйімнің бірінші этажына кішкене сәл басқаша вид қостым, және де ішін кеңейттім десем де болады. Ал екінші этажда менде жасырын сейфпен және де көптеген байлықтарым осы екінші этажда тұратын болды. Міне мысалға қараңыз, мына жерде сандықтар, яғни қойма сияқты да, типа достар, мына жерде карта дегендей, ауылдың картасы. Так, мына жақта біздерде дейтін сейф, жасырын сейфіміз. Бұл жақта ешкім білмей қалады сондай, достар. Так, достар, бізде, міне қараңыздар, бізде 8 стак зумруд пен 6 стак алмаз бар. Ал миллионердің үйінің егесі айтқандай, сол үй 3 стак алмаз берсең де болады деді, және де 8 стак зумруд берсең де болады деді. Давайте комментарияға қалдырыңдар, 3 стак алмаз береміз ба, или 8 стак зумруд береміз ба дегендей. Ал біз миллионердің үйін көрейік, кеттік. Так, ол осы жақта еді, көрейік. Қысқасы, достар, мен ол үйді көрдім, осы жақта деді маған. Так, енді кешіріңдер достар, жаңағыдай логотип, және ол миллионердің үйі, яғни ол ауылдан 1 шақырым шамасы сондай жерлерде дедім ғой достар. Тура сондай жерде әлі. Бірақ соның өзінде сәл мынандайлар бәле болчу. Жарайды. Соның өзінде бізде қазір қандай кеш батып жатыр ма? Неге қараңғы болып кетті? Кеш батып жатқан сияқты. Жарайды, үйді көрсетіп жіберейін. Міне, айтқанда осы үйді сатып аламыз достар. Мен алмаздарым ұмытып кеттім ғой. Жарайды. Үйге барған кезде достар, мен электронный почта арқылы егесіне салып, осы үйге қоныстана берем ғой, айтқанда достар. Так, мен үйдің ішіне кіріп, осы үйдің ішінде алдың көрсеттім ғой достар, сода не бар сәл. Спальнейші бір бөлмесі жасалды ғой, сол жерде ұйықтай тұрайын сәл, мәне. Керемет. Ошын бассейнде су жоқ еді алдыңғы сериядашы. Соны енді қайтадан болғанда бүгін тағы да құрып аламыз, суын дұрыстап аламыз, дұрыстап құйып аламыз дегендей. Сатып алайық осы үйді достар, давайте мен ұйықтайын. Достар, бүгін енді осы үйді сатып аламыз. Кеш батып кеткен соң осы жерде қона салдым енді. Жарайды, мынау бірақ бөлмесі жасалған дегенде мен өзім сатып алған соң бұның бәрін жасап алам достар. Міне бір минус, мына жерде айна жоқ. Оны айтатын боламыз. Және де оны өзіміз құрамыз әрине. Бағасын сонда да сәл түсіріп сатамыз да сонда да достар. Айтпақшы достар, осы үйде минус табамыз ба?
бассейнде су жоқ, 2 минус, айнасы бір жерде жоқ, 2 сумен бірге 2 минус болды ма, достар? Давайте онда біздер дейтін кеттік, онда біз үйге барайық. Иә, достар, мен почти үйіме жетіп келдім, міне, үйім осы. Так, төбеге көтерілеміз, және давайте, достар, біз 3 стак алмаз беріп, соны сатып ала саламыз. Зато арзанға түсеміз, дұрыс па? 8 зумруттарды осы ауыл тұрғындарымен сауда-саттық жасап тұрамыз, иә, достар. Енді біз қайтадан сол үйге барайық. Үйге барардан алдын мен телефоныма звондай жіберейін. Иә, достар, мен звондадым, және оны электронный почтамен салып жібердім. Енді анау үй біздікі, сол жаққа көшсек болады. Қазір көшеміз ба, достар? Иә, бүгін көшейік. Қазір мен заттарымды алып сол жаққа барамын. Иә, достар, мен заттарымды алдым, көріп тұрғандарыңыздай, мына жақтағы заттарға тиіспей қойық. Бұл жерге енді ауылға көшіп келіп тұрамыз ғой, сондықтан бұл үй менікі, бәрібір менікі болады. Бұны ешқайда да сатпаймын. Ауылға келгенде осы жерге тұра тұрамды, иә, достар. Ана жақтағы үйіме барайын енді. Ол жақ 1 шақырым болғандықтан, достар, осы үйімді ешқайда сатпаймын дедім. Жаңағыдай электронный почтамен салып жібердім, енді ол үй менікі, үйге барғанда қайтам. Иә, достар, мен үйге жетіп келдім енді. Енді біз не істейміз? Енді барып, заттарымызды жайғаймыз да, үйге жұмысшы шақырып деген үйдің үшін келесі жолы істетем енді. Қазірше бүгінше бассейнін құрдырып қояйын. Ол жұмысшы келу керек, содан кейін мен яғни оны су толтыртқызып бассейнге сөйтем. Иә, достар, мыналардың бәрін салып қояйын қазір. Ана бір зумруд өзіммен жүре берсін. Былай. Және де, иә, достар, 2 стак зумруд өзіммен жүре берсін, және де тамақтарды салып қояйын қасына. Енді, достар, кухняны жасамадым ғой, сондықтан осы жақта тұрады бәрі қазірше. Достар, мен неге бас киім жоқ деп ойлап аққан шығарсыздар. Мен бас киім кимеймін, өйткені көзім көрмей қалады. Иә, заттың бәрін сап тастаймыз, достар. Осы бір алма, және де осы зумруттар өзіммен бірге жүре берсін. Иә, тамақ алып алдым. Так, енді, достар, біз көшіп келдік. Мына керемет үй енді біздікі, сатып алдық деген дейді. Мен білмедім әлі, анаяқта не байлықтарым көп қой, енді менің заттарым қалып кетті ме, оны білмедім. Бүгін бассейнге су толтырып қояйық. Так, мен бағана сразу звондағам, келу керек. Ол қазір тоқ. Ол келген сияқты, көрейік. Иә, достар, уже келдім мінекей. Так, кім ол? Мен келдім. Сіз ба? Бассейнге су толтыруға келдіңіз ба? Мен сізге звондадым. Иә, сізге звондадым. Бассейніміз осы жақта, анау бөлмеде. Іште, иә, бассейніміз. Соған толтырып берсеңіз, кіріңіз. Міне осы біздің бассейн болады, иә. Сіз осыған су толтыра беріңіз. Айтпақшы, есіміңіз кім болады? Ерсұлтан. Ерсұлтан, так. Жарайды, осыған сіз су толтырып қойыңыз, жарай ма? Мен ауылға барып келем оға дейін. Толтырып қоясыз ғой да? Иә, толтырып қоям, сен смело жүре бер. Иә, мақұл. Онда, достар, біз не қылайық? Ауылға барайық. Иә, достар, мен ауылға келдім. Жарайды, біздің ауыл тып-тыныш, әлі үйім тұрған секілді. Жарайды, достар. Осын уақытқа дөр мен осынша жол жүріп келдім, ол толтырып қойған болу керек. Барып көрейік, енді үйге жақ қарап барайық. Иә, достар, мен үйге келіп жеттім. Так, бассейнімді көрейін енді. Уже кет қалған секілді, чота жоқ, мінекей. Міне толтырып кетіпті бассейнімді. Жарайды, бір түсіп көрейін.
Ой, мен ақмақпын, киім шешпей түсе салыптым, жарайды. Сәл салқындау екен, сәл парға кіріп отыра тұрайын. Иә, достар, осымен видео аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліңіздер, достар. Осымен видео аяқталды. Қош, сау болыңыздар.